Мен үлкен тақырып болғаннан кейін бітпей жатыр да. Менде тезірек бітіп, олардың тезірек сотталғанын қалаймын. Бірақ егер мен қолымда болсам, дәл қазір барып соттайтын едім да, ол мен қолымда емес. Он 14 жасында үш жігіттен зорлық көрген қызғалдақ Талғат қызының қызғалдақ ғұмырын талқандағандарға қатысты қылмыстық іс неге сағызша созылды? Енді бүгінгі таңда көріп отырғандай жұмысымыз нәтижесіз емес, керісінше оң нәтижесін берді. Қылмыстық іс қайтадан тергеліп басталып жатыр. Бұл яғни біз қазіргі таңда жеткен үлкен жеңіс деп есептейміз. Ұлының әкесі болып анықталған Дидар есімді азамат алимент төлеуден қашып жүргені рас па? Мен бұл жерде балам үшін телеп отырмын, және өзім өткен өмірім үшін телеп отырмын да, болашақта мен сияқты қыздар зәбір көрмесе екен деп отырмын. Кәмелет жасына толмаған жасөспірім қызды жыныстық қатынасқа итермелегендерге бүгін сот үкім шығарады. Әділдік іздеген ананың талабы орындала ма? Қылмыстық істің нүктесі қалай қойылды? Сәлден кейін белгілі болады. Бізде қазір скайп арқылы қызғалдақ Талғат қызы Талдықорған қаласынан қосылуда. Қызғалдақ, естіп тұрсың ба? Я, естіліп тұр, сәлеметсіздер ме, қалғаныңыз қалай? Бүгін енді сені 14 жасыңда зәбір көрсеткен жігіттердің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Бүгін сот мәселесі жүріп жатыр. Не болып жатыр? Қалай болып жатыр? Сот болды, соттан қазір шықтым, адвокатым бұл жақта, бірақ сот қалай болғанын жайлы айта алмаймын. Ол жабық түрдегі сот. Сот ары қарай жалғасады, басқа ештеңе айта алмаймын әзірге. Саған зәбір көрсеткен үш жігіт те сол сотқа қатысып жатыр ма? Я, үш жігіт те адвокаттармен сотқа қатысып жатыр. Енді ғимараттың сыртында олардың туыстары немесе өздері қандай да бір қысым көрсетіп жатқан жоқ па? Қоқан-лоққы жасап жатқан жоқ па? Жоқ, әзірге бәрі жақсы, ешкім қоқан-лоққы ештеңе көрсетіп жатқан жоқ. Енді бір бітімге келейік деп енді алдап, сықтап, сені бір әңгімеге тартып жатқандар да жоқ қой. Осы күнге дейін болды, енді осыдан кейін болмайды деген ойдамын, себебі кешірім ешқандай берілмейді. Оған келудің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді сот процесі қанша уақытқа созылды? Әлі де жүріп жатыр ма? Бір 2 сағатқа созылған шығар. 2 сағатқа созылды. Яғни сізді қазір босатты да, адвокатыңыз әлі сол мәселе бойынша соттың ішінде ғой, е? Я. Енді өзің қалай ойлайсың? Шешім бүгін қалай шығады деп ойлайсың? Енді бүгінге шешім шықпайтын шығар. Білмеймін, бірақ отырған заң жүзінде жүрген ағаларымызға үлкен сеніммен келіп жатырмын. Бәрі шешіленеді деген ойдамын. Енді қызғалдақ қайтарым осыншама уақыт күттің ғой, енді шыдап. Енді ары қарайда сот төрағалары әділ шешім шығарып, өзің бір қанағаттанасың деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін. Енді расымен де қызғалдақ, сен 1 маусымнан бастап, міне 2 маусымда да осы біздің арамызда отырсың ғой. Өйткені сен әділдік іздеп келген қызсың. Міне соның нақты бір қорытынды нүктесі қойылатын сәтке біз жақындап қалдық. Сондықтан міне кейіпкерлер бар, ел бар, жұрт бар сенің артыңда деме болып отырған. Сондықтан мықты бол, сәттілік тілейміз. Біз сені эфирде күтеміз, жақсы жаңалығыңмен ортамызға оралып, арқа-жарқа әңгіме айтамыз әлі.